Баршаңызға сәлем. Сіздермен осындай шашықтағы дақтарды, майларды кетірудің бір әдісімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыстық суымызды құямыз. Қайнаған су құйсаңыздар да болады. Оның үстінен порошогымызды саламыз. Бұл жерде қандай порошок екені маңызды емес, себебі қандай порошок қолданасыздар, соны салсаңыздар да болады. Енді сұйық майымызды қосамыз. Шашық көп болған жағдайда 1 кесе, 1,5 кесе сұйық май қосасыздар. Менде шашық аз болғандықтан жарты кесе сұйық май қостым. Енді оның үстінен шампунды қосамыз. Шампунда маңызды емес, үйде қандай шампун қолданасыздар, соны қоса бересіздер. Суымызды шашықтарымыз батып тұратындай етіп толтырып қоямыз. Осылай 1-2 рет араластырып қойып қоямыз. Мен 2 сағатқа қойдым. Шашықтарыңыз майлы болса, одан да көп қойыңыздар. Міне байқасаңыздар, менде бәрі тап-таза болып шыға келді. Қолмен жуып алсаңыздар да болады. Стиральный машинаға бір айналдырып алсаңыздар да болады. Өз еріктеріңізде. Міне менде байқасаңыздар, дақтар, майлар болған еді. Барлығы кетіп қалды. Бұл әдісті қолданып жүргеніме біраз болды, сондықтан сіздерге ұсынып отырмын. Достар, мені байқасаңыздар, барлығы кетіп қалған. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар. Бұл әдісті сіздер білмеген болсаңыздар, қолданып көріңіздер. Баршаңызға рахмет.